Ақжан. Әңгімедегі адаматтар ойдан шығарылған кез келген сәйкестікті кездейсоқтық деп қабылдаңыздар. Мұрат Кенжебай. 1995 жыл. Атағы дүркіреген, жарты әлемді уысында ұстап тұрған КСРО деген мемлекет құлап, соған біріккен 15 республика адырап, өз алдарына тәуелсіздік алдық деп тақияларын аспанға атып жүрген шақ. Алайда бұрынғы кеңес өкіметінде жұмыс істеп айлық алып жұмысқа барып келіп, ертең не жейміз деген проблеманы білмейтіндер үшін мына нарық экономикасы қатты соққы болды. Жұмыс жоқ, айлық кешігет немесе мүлдем жоқ. Сондай аласапыран ақшамен сауда алдыңғы орынға шыққанда, Маңғыстау мен Атыраудың ортасында бір шеті Қызылорда мен Ақтөбе облысымен шектессе, бір шеті Түркістан мен Өзбекстанға тірелетін Бейнеу ауылда саудаға бел шешіп кіріскендей. Әңгіменің кейіпкері Диляда қарапайым ғана жас отбасы. Бір ұлы бар, жұмыссыз күйеуі бар, адам үрікпес түрі бар. Кейде өзіне өзі қарап, қасын керіп, бетіне опадалап жағып, айналдында тұрса көзге ұрар әдемілігі де бар. Бірақ Диля үшін опадалап арман болғалы қашан. Ол түгіл, кейде таңертең беті қол жуатын су да проблема болып қалады. Себебі бұл тұратын жергілікті халық корпус деп атайтын үйлерде су, жарық, газ уақытымен беріледі. Диля оны түсінеді. Үлкен мемлекеттің жалп етіп құлауы, бір-бірімен тығыз байланыстағы 15 ел өз алдарына бір-бір мемлекет болып кетуі, ол елдердің бірден аяғынан тік тұрып кетуі оңай әрі тез шаруа емес. Сол үшін біршама көршілер боп, жиналып есік алдынан су құятын құдық жасап алғанды. Әншейінде мемлекеттің жерде ештеңе салуға рұқсат бермейтін әкімшілікте ондай қатты қарсы бола қоймады. Қайтсын енді, қарайған жұртты қырама, оларды адам ғой түсінеді. Одан қалса светте газда өше береді, тіпті жалпыға бірдей ортақ подъезге даланың ошағын салып алып, от жағып тамақ пісіретіндер де бар. Ал перронға сауда жасайтындар үйдің арт жағына ошақ құрып алған, соған түтінін будақтатып бірдеңелер пісіріп жатады. Сосын соларын алып вокзалға жүгіреді. Кейде сол пісіріп жатқан жерінен базардағы саудагерлер, квартиранттар алып жатады. Соның бәрі ойландырды да, Диля сауда жасап көрмекші. Мұның пісірер түгі жоқ болғасын, бұл әзірге майда шүйде бұзылмайтын пәшкедегі печенье конфеттен бастамақшы. Ал оны оптам көтеріп алар танысы тағы жоқ, амалсыз қымбат сақинасын сатып, соның ақшасына Ақтөбе пойызынан 2000 теңгеге қарайтын тауар алып, үйіне тасып реттеп сорттап, кештегі пойыздарға шықты, жаратқанға сыйынып. Әуелі перроннан орын таппай бір жүрді. Тапқан орнына басқа садушылар жолатпады, бұрын жасап көрмеген тірлігіне бір қобалжыса, сапырлысқан перрон тірлігі екі сасқалақтатты. Сөйтіп жүріп, бір арба кештен сөз естіді. «Ей, аузың аңырайды, не істеп тұрсың, кет бұлай» деп дөрекі дүрс еткізді. Құдай-ай, неткен көп мына арба кештер, біреудің киімі, біреудің сөмкелері бар дейтін емес. Қаш жолдан қаш деп вокзалды басына көтеріп жүр. Біреулер қарабасымен вагонға кіре алмай жүрсе, біреулер үлкен екі ала дорбамен қыстырылып мініп жатыр. Қайда тап болдым, мені қай құдай айдап келді мұнда деп өзін қашап, жан-жағына алақтап қарап есеңгіреп тұрғанда. «Шырағым-ай, не істеп тұрсың аңырап, аяққа оратылып бер тұрсаңшы» дегенге қараса жасы 40-45-тердегі апай екен. «Сататын затың болса бері кел, менің қасыма сиясың, мен сәл ағысам» деген апайды сондай жақсы көріп кетті. Апайдың алдындағы тауар да көп емес екен, қара шай құйылған бөтелкелер, картошка, қуырдақ, тағы басқадан майда шүйді. Бұл апайының қасына барып тауарларын жайып үлгерем дегенше пойызды жүреді деп хабарлады. Екінші пойызды күтпекке бекініп, апайымен әңгімелесіп қалды. Сол жерде тұрып апайдың айтқанынан түсінгені екі баласы бар екен, күйеуі мүгедек, өзі бір мекемеде пол жуады екен. Үлкен ұлы Маңғышлақ станциясының басында теміржолдың бір мекемесінде жұмыс жасайды. Кіші баласы мектепте оқиды екен. Соған айлыққа қосымша болсын деп шыққан жай екен. Сонымен екінші пойызға да мардымды ештеңе сата алмай Диля өліп шаршап, одан қалса қазан айының түні деп салқын тартып кеткен, қатып тоңып үйіне әрең жеткен. Жеткені құрсын, үйі астан кестен, екіден асқан баласы ояу, күйеуі мас ұйықтап жатыр. Сатып алған консерві, рулет, пәшкілі печенье, конфеттер шашылып жатыр. Бұл жоқты күйеуі өз сияқты жұмыссыз достармен жиналып арақ ішкенге ұқсайды, өздері закускаға жеген, жемеген шашқан. Қалғанын баласы бүлдірген, қаншасы алқаштардың қолында кетті кім білсін. Бұл күйіп кетті.
бар даусымен айғайлап күйеуін жұлқылай бастады. Әй, тұршы ғизат дейім, тұрсаңшы, не болды мұнда, әй, оңбаған, ай, тұршы дейім деп өмірі күйеуіне қатты сөйлемеген затында мұғалім бұл айғайлады. Жұлқылады, ашынып отырып жылады. Күйеу бір-екі рет ыңыранды да оянбады. Диля шарасыз бет-аузы конфет печенеден сатпақ баласын құшақтап жата кетті. Сол жатқаннан түс көріпті. Түсінде бұл перронға үлкен қазан орнатып, ерсілі-қарсылы өтіп жатқан адамдарға тегін тамақ үлестіріп тұр екен. Кешегі апайы қазанның астына отқа картон қағаз салып, бұған күле қарап көмектесіп жүр екен. Сөйтіп тұрғанда күйеуі келіп, қазанның астынан жанып жатқан қағаз шаланы алып, жұрттың арасына сіңіп кетті. Бұл аңырап тұрғанда біреу бүйірінен түрткендей болғанға жалт қарап оянып кетті. Күйеуі екен. Бет-аузы ісіп кеткен, бұны дүртіп шай сұрап тұр. Диля ойындағысының бәрін айтып ұрсып тастағысы келсе де, тәп-тәтті бет-аузы сатпақ баласының ұйқысын қимай орнынан тұрып жуынуға кетті. Кешегі сырты бүлінген конфет печенье мен дастархан жасап, күйеуімен шай ішуге отырды. Диля күйеуіне: сонымен не айтасың? Жұмыссыздығың өз алдына, арақ ішкенің өз алдына, үйге алқа жинайтының не? Бұлай жата бермей бір тірлік істесеңші, ең болмаса арба сүйре деді барынша сабырмен. Күйеу бұған таң қалған түрмен: мен электрикпін, арба кеш емес, сүйресің өзің сүйре деп бұрқ етті. Ары қарайғы әңгіменің пайдасы жоқтығын білген Диля үндемеді. Үн-түнсіз жүріп, үйін жинап оянған баласын жуындырып тамақтандырды да перронға жиналды. Бүгін де сол кешегі апайының қасына барып еді. Апайы кешегіден үлкенірек саудаға жер орын дайындап қойыпты. Күлімсіреп: кел айнам, бүгін қолың жүрсін деп бата берді де: сен тауарының бәрін шығар, алдыңды молдау қылып қой, әбетте жинама, бетін жауып қой, балаңнан хабар алып келгенше мен қарап қоям, түс қайта 5-терде мен барып қолымды жуып келем деді. Осылай серіктесіп көппен көрген ұлы той деген апайы Диляға керемет бір ғұлама боп көрінді. Сол күні арасында үйінен хабар алып келіп жүрген мұның көп болмаса да азын-аулақ саудасы жүрді. Бірақ сол аяқтар талып шаршады. Мектепке тойға киемдеп алған жарты етігі полусапожка бұндай жүріске мүлдем болмайды екен. Ал басқа жайлырақ етік алуға ақша жоқ. Қалтасындағы барына алса, саудаң тоқтап қалады. Сон ойлап тағы бір терең күрсініп тұрғанда ентігіп апайы да жетті. Полын жуып келгендегісі екен. Келген бойда оны мұнын айтты да бұған қарап пакетінен: мынау құтты галош, осыны киіп ал, жүруге ыңғайлы. Және мына жүн шылықты ішінен ки. Ауру салқыннан болса, салқын аяқтан алады айнам. Осы бастан күтініп жүр, әйтпесе үлкейгесін қиын болады деп бұған ескі болса да таза киілген галош пен су жаңа тоқыма жүн шылық берді. Жаңа ғана аяғын ойлап уайымдап тұрған бұған мынау Құдайдың бергеніндей болды. Көзіне үйіріліп келіп қалған көз жасын білдірмей қағып жіберді де апайын құшақтай алды. Апай, өлсемде жақсылығыңызды ұмытпаймын. Мә, мына рулетті алыңызшы, кешке ағаймен шай ішерсіз деген бұған апай бір түрлі бұзылған түрмен: қателеспе жарқыным, сенен алғыс немесе бірдеңе дәметіп жақсылық жасап тұрғам жоқ. Сен әлі адамгершілігі бұзылмаған таза жансың. Көздеріңде адалдық бар, сол үшін бердім. Жақсылық жасасаң, оныңды міндет қылма, үнсіз жаса. Бастысы адамгершілігіңді жоғалтпа. Рулетті маған берме, сатып пайдасына балаңа қалың шылық алып бер. Маған бергенің сол болсын дегенде бұл мәңгіріп тұрып қалды. Әй, тауарыңа қара, сенен сұрап жатыр ғой дегенге жалт қараса, алдында проводник пальтосымен бір ет жеңді әйел адам тұр екен. Әй қыз, біздерге шай ішетін тәттілеріңді сал. Туған күн бар еді, печенье, рулеттерің свежий ма? Егер тауарың ұнаса, осы жерден сенен келіп алып тұрам деп біраз тауарын алды. Ақшасын есептегенде жоқ, сұраған ұстата салды. Саудасы жүре бастады. Диля байқап қараса, бұл жерде киіктің қуырдағы жақсы өтеді екен. Ет сатушылар киіктің бір төшкесін 500-750 теңге аралығында беріп кетіп жүр. Диля енді соны да көрмекші. Үйдің артында құрылған қазандар бар, отын тауып жағып қуырып алса, сәтін салса саудасы жүрер. Әне-міне дегенше бір ай уақыт зу ете қалды. Диля қуырдақтың маманы болды. Өткендегі проводник апасы сөзінде тұрды, қуырдағын түгелдей алып кетеді. Қасындағы жұмыстастарында ертіп келіп: осы қыздан алыңдар, бар заты свежий, арамдығы да жоқ, адал сауда жасайды. Бір-екі рет әдейі берген заттарын көзінше санамай алып кеткендей болсам да, менен тиын жеген емес, осы қыздан алың деп бұған тұрғылықты клиент жинап берді.
Диледе бәрі жақсы болып келе жатыр еді, бір оқыс оқиға болмағанда. Сондай бір қуырдақтың саудасы жүріп жатқан таңдағы жүргелі тұрған Атырау пойыздың уақыт еді. Қайдан сап еді қалғаны белгісіз күйеу Ғизат келе қалды. Диле, мен кеттім. Қарабатанға зауыт салынады дейді, соған барам. Бейнеуге қайтып келмейм, сауда саттықпен күн көретін қалпақтарының арасында тұра алмайм. Сен мені керек десең келерсің, жоқ десең өзің біл деді. Бұл есін жинайым дегенше адамдардың арасына сіңіп кетті. Содан есеңгіреп не істеп не қойған білмей үйіне жетті. Жалғыз ұлын құшақтап, үнсіз отырып қалған. 2019 жыл. Бірнеше дүкен, екі қойма және көтерме сауда жасайтын үлкен супермаркеті бар Диле өзгерген, қатты өзгерген. Баяғы жалғыз ұл үйленген, жалғыз басты ананың баласы деп айтпасын деп, ұлын жұрттың алды қылып киіндіріп қоятын. Қымбат телефон, мектеп оқушысы екеніне қарамастан қымбат машина алып берген. Сол ұлы үйленгенде де дүркіретіп той берген, миллиондарды шашқан. Дүкенге керек тауарды арысы Ресей, берісі Қазақстанның түпкір-түпкірінен рефрижатормен алдырады. Кейде өзі кетеді, кейде ненің арзан екенін білуге. Күйеу сол кеткеннен мол кетті. Анау бір жылдары ажырасу туралы қағаз келгенде оқымастан ештеңе талап етпейм деп қол қойып жіберген. Енді Диледе бәрі жақсы, тек мына келіннің түскеніне 2 жыл болса да жүрегі айнитын емес. Немерелі болсам, өзім бағып қағып мына дүкендерді балаларға тапсырып, өзім немерелеріммен қыдырып жүрсем деп армандап қояды. Бала келінді Атырауға күшті дәрігерге көрсеткенді. Онысы, сабыр сақтаңыз, екеуі де дінаман, сәті келмей жүрген шығар, алаңдамаңыз деп шығарып салды. Сондықтан әзірге ермегі осы супермаркет. Совхоздардан келген бір-екі дүкені бар оптовиктермен жұмыс жасағанды жақсы көреді. Олар бір жасағанда 150-200 мыңның саудасын бір-ақ жасайды. Бүгінде сол оптовик мұртты қараның ақшасын санап тұрғанды. Диле айнамай, алғаным бір түйір сүт, кезексіз өтіп кетейінші дегенге қарайым деп санап тұрған ақшасынан жаңылып қалды. Ту, апай, баршы бар кезегіңе. Аяққа оратылып, міне шатастырдың, барш, бар орныңа деп жекіп тастатты, қайда санай бастады ақшасын, сонысымен қоймай. Осыларда қызық мияулап аяққа оратылып, отырмай мекен үйлерінде, құдая тоба деп кіжініп басылды. Соны айтамау, ауылда қанша адам күтіп отыр, дүкенді қашан ашады деп, бәрін кезексіз өткізе берсек, ауылға кете алмаспыз деп мұртты қарада қостады. Арада жарты сағат өткенде бағанағы кейуананың кезегі келді. Диле айнамай, алғаным мұнау бір түйір 3-2 милако деген сүт теңгесі міне деп 2 темір 100 теңгелікпен бір 20 теңгелікті қолына салды. Сен кемпір әлі жүрсің бе? Болшы бар өтші деді. Кейуананың ақшасын немқұрайды тиын тебеннің арасына тастай салды. Сол арада бірдеңе сыңғыр етіп, кафель полға түскендей болды. Қап, жаңағы кемпірдай, алғаны бір сүт біраз нервті құрттау. Енді міне теңгесі полға түсіп кетті деп, аяқтарының астына көз жүгірткендей болып еді, ештеңе көрінбеді. Кешке қарармын деп қалған саудасын жасай берді. Кешке пол жуатын қызды шақырып әрі-бері қарап еді, таппады. Әй, біреу қақтау, бұйырмағыр деп ол туралы ұмытқысы келді. Алайда араға 3 күн салса да сол 100 теңгелік қайта-қайта есіне түсе берді. Қайта-қайта үлкен дүкенді ақтарып қараса да сол жоқ. Арадан 2 апта өтті. Сол 100 теңгелік бұған ауру боп жабысты. Сол теңгемен өзінің бір қымбат затын жоғалтқандай болды. Содан шыдамай жеті шелпек таратып, грузчик боп істейтін молдасымақ жұмысшысына аят оқытып, 700 теңге садақа деп берді. Сол түні түнде бастырылып қиналып ұйықтап түс көрді. Түсінде сол ығы-жығы касса, адамдардың арасынан қыстырылысы бір қолында баяғы перронда берген жүншылық, бір қолында милоко сүт перрондағы апай өтіп барады екен. Жоқ, мүмкін емес. Мен оны тануым керек еді ғой деп айғайлап ұшып тұрды Диле. Анасының қатты шыққан дауысына бала келіні жүгіріп келді. Мама, не болды? Жаман түс көрдіңіз бе? Айғайледіңіз ғой. Мама, айтыңызшы, не болды деп баласы жалынып жатса, мінекей, су ішіп жіберіңізші, жаман жатып қалғансыз ғой деп келіні бәйек болды. Келіні әкелген салқын суды ішіп жібергенде санасына сыңғыр еткен дауыс естілді. Диле түсінді. Сыңғыр еткен ол 100 теңге емес, сыңғыр етіп түсіп кеткен бұның адамгершілігі. Сол апайы соны ескертуге келген екен ғой.
Қайран апайым-ай, тіпті атын да білмеймін. Қалай сізді ұмыттым, көзіме шел қаптаған ғой менің. Күйеуім кетіп қалды, бірақ сынбайым, қайтсем де жеңем баламды ешкімге жаутаңдатпайым деп жүріп, бұл қатыгез өзі шешім қабылдайтын. Тек ақша санайтын автоматқа айналып кеткен түсінді. Содан таң атқанша ұйықтамастан баласы мен келініне басынан өткен оқиғаның бәрін бастан аяқ айтып берді. Көрген қиыншылығын, тоңғанын, аш жүрген, бірақ соның бәрі осы жалғыз ұл үшін жеңгенін, жеңем деп жүріп, адал ақ Дилядан ақша сауда жасайтын сезімсіз бай қатын Диляға айналып кеткенін айтты. Олы біраз уақыт үнсіз қалды. Бағанадан енесіне қосылып егіліп отқан келіні енесін құшақтай алды. Мама, бізге керегі сіздің, біздің алдымызда аман жүргеніңіз, біздің байлығымыз сіз ғой, мама. Мама, мен жатсам тұрсам Құдайдан тілейтінім ішіме бала бітсе екен деймін. Сізге көп немере сыйлағым келеді, мама, деп еңіреді. Олында әкесінің мінезі қалғандай бір кесті. Мама, сол апайды тауып аламыз. Қалған өміріне мен көмектесіп тұрам. Мама, уәде, табамыз, деді. Қалай балам-ау, ол енді дүкенге келер дейсің бе? Мен тіпті ол апайдың атын да білмеймін. Білерім, әйтеуір ровд-ның маңында тұрғанын білем. Мама, ол сөз емес, қазір шай ішіп алайық. Сосын дүкендегі видеонаблюдениенің архивін қарап, содан фотосын шығарып, ровд-дағы майор қайныңа көрсетсек бірден тауып береді. Саспа, мама, деді ол. Айтқандай-ақ майор қайнысы жарты сағаттың ішінде хабарласты. Адресін берді. Бұлар аптығып жеткенде жабулы есікке тап болды. Соңғы кезде алдымда жабық есік тұрады дегенді мойындамай кеткен Диля есікті қаттырақ қағыңқырады. Сол кезде артындағы пәтерден үстіне қызыл ала халат киген 30-35 жастағы келіншек шығып, ол пәтерде ешкім жоқ, тұрмайды, сатуға шығарып қойған. Алмақшы болсаңыздар телефон берейін, деді. Қалай тұрмайды, неге? Осы үйде бір апай тұру керек, деп Диляның жаны шыға ала сұрды. Сіздер Ақжан апайдың кімісіздер? Ол кісі жоқ, өткен аптада уақыт болды. Маңғышылақтан балалар келіп, жаназасын шығарып, жетісін беріп кетті. Үйдегі анау-мынау дүниесін алып, қалған арзан бағаға таратып берді. Пәтерді сатуға шығарды дегенде, теңселіп кеткен Диля мұздай қабырғаға сүйене кетті де, қалай? Неге? Ауырды ма? Шалы бар еді ғой, деп сұрақты жаудырды. Көрші келіншек, үйге кіріңіздер, осы кісіге арнап жетін нан пісіріп жатыр ем, ауыз тиіп бата оқиық, деп үйіне шақырды. Бұлар ішке кіргенде Диляның жадына көптен ұмыт қалған сезім пайда болды. Сол корпус үйлердің өзіндік иісі. Коттедж салып көптен бұл үйлерге келмеген Диля бір сәтке өткеніне оралғандай күй кешті. Көрші келіншек сөйлеп отыр. Апайдың шалы 5-6 жылдықта қайтты, ауырып көп жатты. Апай үнемі қасында болды. Екеуінің зейнетақысымен ғана күн көрді. Сәл қолы босаса біздің балаларға шұлық, қолғап, следи шарф тоқитын. Біздің корпус түгел анасындай сыйлайтын. Тіпті квартиран өзбектер де жеміс-жидек тары талқан әкеліп сыйлап жүретін. Мен енемдей көрушем, балаларымды бағысты. Күйеуімнің араққа жақындығы бар еді, оны қойдырды. Апай қайтқанда бір апта үнсіз жүргенде қорқып ем, ішіп кетеме деп. Күйеуім жоқ, мен апайға уәде бердім, қорықпа, енді татпайым деп, көңілімді басты, деп бір мезгіл үнсіз қалды. Диля, суреті бар ма, көрсетші, деді. Қазір осы корпуста бірдеңе болса, апай төрде отыратын жарықтық керемет жанайды ғой, деп бір топ суретті алдарына қойды. Диля апайы түскен фотоларды ұзақ қарап отырды. Сол көздер, сол сабырлы жымиыс, сол дидар. Қалайшы бұл сол күні танымай қалды екен? Қабай, дүние жалған-ай, деп опынды. Сөйтіп отырғанда көрші келіншек, балалары басын қашан қарайтарымызды білмейміз, бір қол тигенде келіп басына тас қойып кетерміз, ал қалған садақаларын қаладан таратамыз, деп кетті. Ешкім жоқ жандай болып, үйілген топырақпен қашанғы жатарын кім білсін, деп төмен қарап күрсінді. Диля жұлып алғандай, жоқ, олай қалмайды. Ел қатарлы тамсалам, басын қарайтам. Басына Құдайы садақа таратам. Көршілерің айт, дайын отырсын, мал, материал, көлік түгел менен. Тек батасының ішінде болам. Апайға бір ауыз тие берсін, айтам дегендерге көлік жіберем, деп орнынан тұрып бара жатып. Мына фотолардан таңдап бір-екеуін алайын. Қанша сұрайсың, деді Диля әдеттегідей. Көрші келіншек қасын керіп тұрып, апайдың ең бірінші айтатыны, аш болсаң да, тоқ болсаң да, бойыңдағы адамгершілігіңді жоғалтпа деуші еді. Енді сөйткен енемдей болған, анамдай болған кісінің бейнесін сатып байымай-ақ қойдым.
қалағаныңызды алыңыз деді. Рахмет жаным, енді басына барам ба деп ем, қай жағына жерленгенін білмейсің бе дегенге көрші келіншек. Біз жетісіне көршілер болып газель жалдап басына бардық. Дарбазадан кірген жақта шеттен бұйырған топырағы басында тақтайға Ақжан деп аты жазылған. Барсаңыз тез табасыз деп жөн сілтеді. Шыға сала келініне, жеті нанға нан иле, обедтен соң барып келеміз, сен де барасың деді. Айтқан сөзін істеп үйренген Диля түскі мезгілде бала келінін алып қойымшылыққа келді. Келген бойда осындағы шырақшы қызмет атқаратын Бағдат ағасын ертіп барып, Абайдың жатқан жерін тез тапты. Басында жалғыз тақтайға ақ матауыр алыпты. Астында көк бояу мен Ақжан деген аты жазылған екен. Диля жылады. Тоқтамастан жылады. Арпалыспен өткен өмірін еске алып жылады. Танымаса да, бауырына тартып көмектескен осы апайды еске алып жылады. Бұндайда ішке жиналған мұң запыранда осылай жылаумен шығатын білетін Бағдат шырақшыда үнсіз отырды. Әбден мауқым бассын дегендей. Жарты сағаттай үнсіз отырған Диля аулағырақ барып беті қолын жуып келді. Шырақшының алдына орамалға түйілген ақшаны қойды да Құран оқуға рұқсат берді. Арада бір апта өтпестен Апайдың көршілеріне хабар келді. Осы сенбіде Апайдың басын қарайтып, сол жерде Құдай садақа таратылатын туралы. Содан 2 күн бұрын Диляға сол көрші келіншектің күйеуі келіп танысып ескертіп кеткен. Апайдың басын біз қалаймыз, өзіміздің көршілер болып ақылдастық. Басқа қалайтын адам іздемеңіз, сіз тек материал мен көліктен көмек берсеңіз болды дегенді. Межелі уақытында бәрі сәтімен болды, садақа берілді, там салынды. Диля дүкеніне жеке аз күнделікті тауар алатындар үшін 2-ші касса ашты. Оған отырған қызға: үлкен адамдарға қабағыңды шытушы болма, 1 жар теңгесі жетпей қалса қинама, жібере сал. Кассам толық болмай қалады деп қорықпа, Құдай жеткізер. Адамдардан тек қана теңгесін емес, батасында алғанның зияны жоқ деп үйретіп тұр. Диля іштей бір керемет күтуде. Өйткені садақа беріп келген күні ертесіне түсіне Апай кірген. Ол бұған кішкене баланың аяғына арналған 2 жұп жүн шұлық беріп жатыр екен. Соны жүрегіне жақсылықтың нышан етіп алған Диляның алды арманы көп. Іштей немерелеріне айтар ертегісі мен ақылдарын жинақтап жүр. Соңы. Оқыған Қуат Ахметжан.